Сәлеметсіздер ме? Мен Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің негізгі орта білім беру мамандығы қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәні мұғалімі біліктілігінің білім алушысы Бөкеева Айшамын. Құрметті оқушылар, бүгін біз 8-ші сынып қазақ әдебиеті пәні бойынша Тахауи Ахтановтың күй аңызы әңгімесімен таныс боламыз. Сабағымызды өтпес бұрын алдымен оқу бағдарламасына сілтеме жасайық. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін эпилог прологтерді анықтау. Ал сабағымыздың мақсаты шығарма идеясын ашу, эстетикалық қызығушылықтарын арттыру. Құрметті оқушылар, Тахауи Ахтановтың өмірі мен шығармашылығына көз жүгіртейік. Тахауи Ахтанов 1923 жылы Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шет Ырғыз ауылында дүниеге келген. 1941 жылы Абай атындағы Қазақ педагогика институтында оқып жүріп, Екінші дүниежүзілік соғысына аттанады. 1948-51 жылдары Қазақ мемлекеттік біріккен баспасында редактор, бөлім меңгерушісі қызметін атқарған. 1954-55 жылдары Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының жауапты хатшысы болған. Ал 1966 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлығы беріледі. Құрметті оқушылар, күй аңызы әңгімесімен таныс болу үшін келесі бейнематериалға назар аударайық. Мінеки оқушылар, біз осы бейнематериалды көре отырып, келесі тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма. Әңгіме кейіпкерлеріне портреттік сипаттама жаса, кейіпкер көңіл-күй арқылы мінез ерекшелігін көрсет. Бізде бұнда берілген кейіпкерлер Естемес, Оразымбет, Жаңыл. Құрметті оқушылар, үйге тапсырма Тахауи Ахтанов өмірі мен шығармашылығын оқып келу, қазақ күй өнері тақырыбына эссе жазу.
Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Рефлексия. Сабақтан алған әсеріңмен және мәліметтермен бөліс. Мұнда мен білемін, білмеймін, мен үшін жаңа ақпарат, мені таң қалдырды кестесін толтырамыз. Сау болыңыздар.